Сәлем қыздар, бүгін сіздерге бақлавамыздың арасына жағылатын сармаймызды қалай дайындау керегін көрсететін боламын. Негізі бақлаваның арасына топленый май жағылады, тазартылған сары май. Мен дүкендерден ондай майды таппадым дағыны, 75%-тік сары майды алып, осындай өзім қолдан тазартып алайын деп тұрмын. Яғни осылайынан өздеріңізге қажетті сары майды салып аласыздар да газдың үстіне 15 минуттай қайнатып алатын боламыз. Сары майымыз біздің тазарып шығу керек. Бақлавамызға тек қана тазартылған топленый май жағатын боламыз. Мінекей осындай болып қайнап жатыр менде сары май. Бұл сары майымыз біздің прозрачный болып тазарғанша кішкене астын жайып басып қайнататын боламыз. Мінекей менде тазарды, бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз қыздар. Түбі кішкене күйіп кетті. Сіздер қарап тұрыңыздар, иә, күйіп кетпесін. Мінекей осындай өте тап-таза, прозрачный болып майымыз дайын болуы қажет. Астын өшіріп суытып алатын боламыз майымызды. Біздің майымыз дайын қыздар, өздеріңізге қажетті осындай таза ыдыстарыңызға салып алсаңыздар болады. Мінекей сіздерге көрсетейін. Мен сүзуді ұмытып кетіппін. Сіздер міндетті түрде сүзіп қойыңыздар, иә, себебі түбіндегі қалдықтары қалып кетпесін. Өздеріңізге қажетті морозилькке немесе холодильникке салып қойсаңыздар болады. Май ешқандай да бұзылмайды қыздар. Керек кезде шығарып салып, жылытып, осылайынан жаға беретін боламыз.